Джим Керри біздің заманымыздың ең жақсы комедияларының бірі болып саналады. Актер Голливудта ерекше орынды иеленді және көптеген жылдар бойы суретшінің бет әлпетіне және икемділігіне байланысты әсіресе қызықты болатын күлкілі рөлдерімен көрермендерді қуантады. Ол көптеген беделді марапаттарға ие болды, ал киносыншылар Арман фабрикасының ең жоғары ақы төленетін комедиясы ешқашан Оскарға үміткер болмағанын атап өтеді. Фильмдердегі тұрақты әзілге қарамастан, Керридің өмірбаянын көңілді және жеңіл деп атауға болмайды. Актердің атақтылыққа апарар жолы тікенді және сәтсіздіктерге толы болды, ол оны абыроймен өтті. Балалық және жастық шақ Джеймс Юджин Керри 1962 жылдың басында Нью-Маркет қаласында көп балалы отбасында дүниеге келген. Джим Кэтрин мен Перси Керридің отбасындағы төртінші бала болды, олар кем дегенде күнделікті өмірін қолдады. Баланың анасы бір кездері әнші болып жұмыс істеді, бірақ үй шаруасымен және балаларды тәрбиелеумен айналысуға мәжбүр болды, сондықтан ол ешқашан кәсіпке оралмады. Әкесі табысты есепші және отбасының басты асыраушысы болды. Джим өзінің сыныптастары мен мұғалімдерінің жүзіне күлкі сыйлайтын күлкілі жүздер жасады. Бала пародияларды камераға түсіріп, 80-нен астам эскиз жиналғанда, ол оларды танымал суретке жіберуге тәуекел етті. Кэрол Барнеттің комедиялық шоуы. Ол кезде Керри 11 жаста болатын. Дегенмен Джим ешқашан теледидарлық бағдарламаға шақыру алмады немесе оның хаттарына негізгі жауап алмады, бірақ актердің отбасы нашар өмір сүрді, бірақ бала 14 жасында ақшаға қатысты нақты проблемаларды білді. Джимнің әкесі жұмыстан қуылды, ал отбасы табыс іздеп ел аралауға мәжбүр болды. Отбасы Торонтоның шетінде қалды, оның үлкені Керри компанияда күзетші болып жұмысқа орналасты. Өкінішке орай әкенің табысы жеткіліксіз болды, ал балалары да тазалаушы болып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Бұл кезде жас комедия өзінің алғашқы кәсіби көңілін қалдырды. Әкесі ұлын жергілікті Як-Як клубына келді, онда Джим өз әрекетін сахнада орындауға мүмкіндік алды. Көрермендер болашақ Голливуд жұлдызын сөйледі. Бұл жас жігіт үшін соңғы тамшы болды, және ол ойынды тоқтатты, өз-өзіне шегінді. Бақытымызға орай, Керри отбасы үшін сәтсіздіктер мен қиыншылықтар кезеңі өтті. Балалар жек көретін жұмыстарын тастады, ал әкесі басқа табыс көзін тапты. Ерлі зайыптылар тіркемеде тұруға мәжбүр болды, бірақ бұл құрметсіз еңбектен құтылу үшін өте аз баға болды. Джим Элдершот орта мектебіне барды және бірте-бірте өз кедергілерін жоғалтты, сонымен қатар болат диірменінде жұмыс тапты. 1979 жылы болашақ актер, музыкалық білімі жоқ, жаңа толқын стилінде ойнайтын Spoons тобын құрды. Джим де қайта шығуға тәуекел етті. Бірнеше жыл бұрын масқара болып кеткен сол клубтағы сахна. Жастық шағында әдемі және ұзын бойлы, комедияның бойы 187 см, жас жігіттің музыкант немесе романтик суретші болуға барлық мүмкіндіктері болды, бірақ Джим комедия туралы арманын ұмытпады. Бұл жолы жұртшылық жас талантты көбірек қолдап шықты. Менеджер Ли Трайс Спивак суретшіні өзінің қамқорлығына алды. Бұл оны Торонтоның түкпір-түкпірінен адамдар Керридің қойылымдарына келді, ал сыншылар бірауыздан актерді өсіп келе жатқан жұлдыз деп атады. Як-Як клубының сахнасында Джимді тағы бір атақты комедия Родни Дангерфилд байқап, Лас-Вегаста өзінің ашылу актісі ретінде өнер көрсетуді ұсынды. Джим келісті, бірақ Роднимен ұзақ жұмыс істемеді, өйткені Керриді Голливуд қызықтырды, ол қазір өте жақын болды. Осылайша жас жігіт Лос-Анджелесте аяқталды, онда ол Comedy Shop комедиялық клубында жұмыс істей бастады және Керридің теледидардағы дебюті 1982 жылы импровтағы кеш комедиялық стенд-шоуында өтті. Біраз уақыттан кейін ол түнгі шоу ток-шоуына шақырылды. Бірақ болашақ актер үлкен экранды және толыққанды фильмдерге қатысуды армандады. 1983 жылы Джимнің арманы жартылай орындалды. Керриге Резеңке тұлға фильміндегі жас комедияның басты рөлі ұсынылды. Купер тауы деп аталатын тағы бір фильм. Екі фильмде аз бюджетті болады деп жоспарланып, үйде көруге арналған болатын. 1984 жылы суретші бір айдан кейін жабылған үйрек фабрикасы балалар анимациялық ситкомына шақырылды. Бірақ өзінің бар кезінде, шоу Джимге көптеген пайдалы байланыстар бере алды және Голливудтағы ең аз емес режиссерлердің назарын аударды. Содан кейін актер режиссер Клинт Иствудпен кездесті. Ол комедияны өзіне және басқа да танымал адамдарға пародия жасау үшін өз клубына шақырды.
Суретші клубта біраз уақыт жұмыс істеді, бірақ кейін пародия арқылы танымал болғысы келмейтінін мәлімдеді. Сәттілікпен алғашқы әлемдік атақ Керриге 1993 жылы Ace Ventura, Pet Detective комедиясына қатысқаннан кейін келді. Фильм басынан бастап даулы болды, фильмде проблемалар болды. Ең танымал комедиялар комедияға қатысудан бас тартты, ал Джим сценарий мен образды толығымен қайта өңдеу шартымен ғана келісті, басты кейіпкер. Фильм көрермендер арасында өте танымал болды, кассаның түсімдері бюджеттен асып түсті, ал орындаушы бірінші MTV Movie Awards сыйлығын алды, бірақ сыншылар соншалықты қолайлы болмады, олар фильмді жыртып тастады, ал актер алтын таңқураймен марапатталды. Қатысумен кейінгі фильмдер ең нашар жаңа жұлдыз. Тіпті сыншылар Джимді бей-жай қалдыра алмады. Маска және Мылқау фильмдері әлемдік хитке айналды. Бұл Голливудтың жаңа комедия жұлдызы Керридің буфондылығы фильмде өте орынды болды. Басты кейіпкер мезгіл жасыл бетті құдай Лакиге айналатын. Маска 1996 жылдан бастап Керри Saturday Night Live шоуының жұлдызына айналды. Онда күлкілі эскиздер мен музыкалық бейнелер түсірді. Джим өзінің эскиздерінде танымал фильмдерге, атақты адамдарға және өзіне пародия жасайды. Актер дискотека, балет билейді және әнші, құтқарушы немесе фитнес жаттықтырушыны бейнелей отырып турист болып көрінеді. Махаббат деген не деген тақырыппен жиі кездесетін Roxbury Guys сериясының эскизі вирустық танымалдыққа ие болды. Бейнебаянда ойналған әнге сәйкес Джим Керри, Уилл Феррелл және Крис Кеттенмен бірге кештерде қыздармен кездесе алмайтын үш ағайынды ойнаған. Бейнероликтің көп бөлігі көлікте кешке келушілер кештен кешке өтіп бара жатқанда өтеді. Бұл серияның эскиздері көрермендерге ұнағаны сонша, Roxbury'дегі түн толықметражды фильмі бейнероликтерге негізделген. Үлкен кинематографияда актердің көрнекті рөлі 1997 жылы шыққан өтірікші фильміндегі Флетчер Рид кейіпкері болды. Бұл рөл үшін Джим Остин Пауэрс, халықаралық жұмбақ адам деген қызықты фильмнен бас тартты. Бір қызығы, бұл көрермендер өздерінің сүйікті актерінің табиғи шаш түсін көре алатын алғашқы фильм болды. Керри не қиялдамайтын шаш үлгісімен, не жабайы гүл шаштарымен ойнады. Фильм актерге Алтын глобустың екінші номинациясын және тағы бір жүлдесін әкелді. Керри комедия ретінде үлкен даңққа қол жеткізді. Ол ойнаған рөлдердің көпшілігінде әзіл-оспақ бар, бірақ Джим комедиялық рөлмен тоқтап қалмады. 1998 жылы Трумен шоуы драмасында басты рөлді сомдады. Керридің кейіпкері оның бүкіл өмірі жалған реалити шоуға айналғанын білген адам. Трумен кейде әзілдер мен әзілдерге жол береді, бірақ ол сөзсіз драмалық кейіпкер. 1999 жылы Керри комедиялық Энди Кауфманның Айдағы адам өмірі туралы биопияда ойнады. Көрермендерге көңілді әрі күлкілі болып көрінген адамның өмірінің трагедиялық жағы фильмде көрсетілді. 2000 жылы Джим өзіне танымалдық әкелген комедия жанрына қайта оралып, Мен және Айрин фильмінде екіге жарылған полицей рөлін сомдады. Бұл комедия провинциялық қала тұрғындарына өздерінің сүйікті мерекесін тойлайтын зұлым тіршілік иесі ретінде қайта оралды. 2003 жылы актер өзінің ең жақсы комедияларының бірін ойнады. 2007 жылы Джим тағы да тәжірибе жасауды ұйғарып, Джоэл Шумахердің өміршіл сан 23 мистикалық триллерінде басты рөлді сомдады. Сыншылар актердің ойынын бағаламай, Керриді Алтын таңқурай сыйлығына ұсынды. Джим үшін тағы бір беймәлім рөл оның Мен сені сүйемін, Филипп Моррис драмасындағы рөлі болды. Онда Керриге бағыты бар Стивен Расселді ойнады. Фильмде көптеген проблемалар болды, өйткені оның ашық көріністері болды. Фильмді кинотеатрларда көрсетуден бас тартты, бірақ ол әлі де 2010 жылы шықты. Жанкүйерлер мен сыншылар жобаны салқын қабылдады, суретші комедияларды түсіруге қайта оралды. Солардың бірі Мистер Поппердің пингвиндері отбасылық фильмі болды. Онда Джим басты кейіпкер, жануарларды қорғаушы рөлін ойнады. 2014 жылы актер Кекес 2 экшн комедиялық фильмінде пайда болды. Онда ол өзін маска киген кейіпкерлердің бас кейіпкері полковник Американың ізбасарларының көшбасшысын сомдады. Уақыт өте келе Керри күрделі драмалық фильмдерде ойнауға тырысады. Жанкүйерлер мұны орындаушының жасымен және актердің бір рөлдің кепілінде қалғысы келмейтінімен байланыстырады. 2016 жылы комедияның фильмографиясы романтикамен толықтырылды. Жаман топтама триллері.
Сол жылдың қазан айында поляк фестивалінде Керридің қатысуымен шынайы қылмыстық драмасының тұсаукесері өтті. Кейіннен орындаушы экрандарға азырақ шықты. 2018 жылдың басты премьерасы әзіл-қалжың сериясы болды. Онда әзілкеш балалар шоуының тележүргізушісін ойнап, жеке өміріндегі қайғылы оқиғалардың фонында көрерменді қуантуға тырысты. Оң пікірлердің арқасында жоба 2 маусымға ұзартылды. 2 жылдан кейін актер Sonic the Hedgehog ойындарының сериясына негізделген Sonic the Movie отбасылық комедиясында пайда болды. Ол басты антагонист доктор Работникті ойнауға мәжбүр болды. Фильм орташа пікірлер алды, бірақ кассада жылы қабылданды. Ал 2022 жылы кинодағы Sonic 2 фильмінің екінші бөлімі шықты. Жеке өмір 1983 жылы Керри әнші Линда Ронстадтпен 8 ай кездесті, бірақ қарым-қатынасы жақсы нәтиже бермей, жастар ажырасып кетті. 1 жылдан кейін комедияның жеке өмірінде актриса және комедия дүкенінің даяшысы Мелисса Вамер пайда болды. Олар танысқаннан кейін көп ұзамай Джим қызға ұсыныс жасады. Ал 1987 жылдың қыркүйегінде ерлі-зайыптылардың Джейн Эрин атты қызы болды. Ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы әрдайым тегіс болған жоқ, және 1995 жылы ажырасуға келген ауыр жанжалдармен бірге жүрді. Керри бұрынғы әйеліне $7 миллион өтемақы төлеуге мәжбүр болды. Ажырасу Керридің психикалық денсаулығына қатты әсер етті. Актер депрессияға түсіп, антидепрессанттарды қолдана бастады. Олар көп ұзамай көмектесуді тоқтатты. Содан кейін Джим салауатты өмір салтына қадам басып, антидепрессанттарды дәрумендерге ауыстырып, 1 жылдан кейін қайтадан үйленді. Оның таңдаған адамы актриса Лорен Холли болды. Бұл некеде қысқа болды. 10 айдан кейін ерлі-зайыптылар ажырасып кетті. Кейінірек Джим Голливудтың әйгілі ханымдарымен, соның ішінде актриса Рене Зельвегермен және модель Дженни Маккартимен кездесті. Бір кездері суретшінің сүйіктісі ресейлік балерина Анастасия Волочкова болды. Оның айтуынша, олардың бірнеше романтикалық кездесулері болған, бірақ суретшілердің қиын жұмыс кестесі олардың ажырасуына себеп болған. 2010 жылдың ақпанында Керри атасы атанды. Актердің қызы Джейн Джексон Райли есімді ұлды дүниеге әкелді. Катриона Уайтпен қарым-қатынас жұлдыздың жеке өміріндегі ең күрделі және жұмбақ оқиға. 25 жас кіші Катриона Уайтпен қарым-қатынасы. Бойжеткен психикалық дертке шалдыққан болып шықты. Ажырасқаннан кейін көп ұзамай таблетка жұтып, өз-өзіне қол жұмсаған. Марқұмның туыстары оның өліміне актерді кінәлады. Сот процесі 2018 жылға дейін созылды. Керри барлық айыптардан босатылғаннан кейін көп ұзамай ол пайда болды. Көпшілік алдында өзінің жаңа құрбысы, актриса Джинджер Гонзагамен, бірақ бұл романс ұзаққа созылмады. Қазір Джим Керри 2022 жылдың басында актер мерейтойын атап өтті, ол 60 жасқа толды. Осының құрметіне жанкүйерлер идолдың фильмографиясындағы барлық жарқын туындыларды еске алды. Ол оларды жаңа жобамен қуантты. Кинодағы Sonic фильмінің жалғасы наурызда. Керри, актердің айтуынша, ол киноиндустрияда жеткілікті еңбек сіңірген, және қазір атақты адам тыныш өмірді ұнатады. Джим атап өтті, егер жоба адамдар үшін шынымен маңызды болса ғана, ол түсірілім алаңына оралады.